Алла үшін дос болған екі шопан болыпты. Бір күні екеуі әңгімелесіп отырып, біреуі ішіндегі сырын айтып қалады. Досым, мен ғашық болып қалдым. Алла қайырлы етсін, неге мұңайып отырсың? Кімге ғашық болдың? Патшаның қызына. Оған жету менің ең үлкен арманым. Солай ма? Ендеше не істейміз? Таптым, бір кездері сапарда бір әулие кісімен болған едім, содан барып сұрайық. Екі дос әлгі әулиенің алдына барып жағдайды түсіндіріпті. Мұның жолы оңай дейді әулие. Пәлен жерде үңгірге барып, 40 күн бойы тоқтамай Алла, Алла, Алла деп зікір айтасың. Жігіт келісіп айтқанын орындай бастайды. 10 күн өтеді, 15 күн өтеді. Тілі Алла дегенмен ойында патшаның қызы елестеп, зікірін жалғастыра береді. 25 күн өткенде бүкіл қала оның халін естіп айта бастайды. Көрдіңдер ме, бір дәруіш үңгірде күні-түні Алланы зікір етіп жатыр. Қандай ғажап! Жігіт адамдарға мән бермейді. Қалжырап тұрса да, патшаның қызына жетуді ойлап, 40-шы күнді асыға күтеді. Бұл хабар патшаның сарайына да жетеді. Уәзір, тақсыр, әулиелер келген жерге Алланың берекесі түседі. Адамдардың жүрегінде махаббат пайда болады. Оны қаламызда қалайда алып қаламыз дейді. Сарайымның алдынан сарай салдырсақшы? Жоқ, әулиелер дүние мүлікке қызықпайды. Онда өзіме уәзір қылып алайын. Оны да қабыл етпейді. Ендеше не істейміз? Қызыңызды соған некелеп беріңіз. Егер қабыл етсе, бұл мен үшін де құрмет болар еді. 40 күн толады. Сол күні патша уәзір мен жігіттің досы үңгірге барады. Жігіт әлі де таспих тартып зікір етіп отыр еді. Зікірін тоқтатқан сәтте патша сәлем беріп, «Хазірет, сіздің бұл елде болуыңыз біз үшін үлкен мәртебе. Айтыңыз, сізге сарай салдырайын». «Қажеті жоқ. Ондай елді бірге басқарайық». «Жоқ, соңғы өтінішім бар. Бір қызым бар еді, сізге лайық болмаса да, соны некеге алсаңыз». «Жоқ». Сонда шопанның досы жүгіріп келіп, 40 күн бойы сол патшаның қызы үшін зікір еттің ғой, енді неге одан бас тартып тұрсың дейді. Досы жымиып, мен 40 күн патшаның қызы үшін Алла дегенімде, алдыма патша мен уәзірлер тізе бүгіп келіп тұр. Егер Алла үшін Алла десем не болар еді деп жауап беріпті.